бул эмне үчүн булай болгонун төмөнгө комментарийге жазып кетти, FM-ден сыйлык. Сәлем болашақ грант иегері, байланыста FM онлайн. Оқушылар, бізде жаңа рубрика мамандықпен таныс. Ендеше бүгін сіздермен бірге физика пәні мұғалімдері туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Айлығы жылдан жылға тоқтаусыз өсетін, болашақ ұрпаққа саналы білім мен тәрбиені ұштастыратын бұл мамандық иелерінің ұбт-да таңдау пәні физика, математика пәндері болуы алғашқы шарт. 2023-2024 жылдары бұл мамандыққа 422 грант бөлініп, оның алғашқылары 2023 жылы 136 балмен, ал 2024 жылы 128 балмен грантқа түскен болады. Ал сәйкесінше минималды балдары 112 және 110 бал аралықтарын қамтыды. Жалпы елімізде физика мұғалімдерін даярлайтын 25 жоғары оқу орны бар. Оның топ 5-і Абай университеті, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Сулеймен Демирел атындағы университет, яғни СДУ және Астана халықаралық университеті. Ал бұл болашақ маман иелерінің орташа айлық есебі жұмыс жасайтын орындарына байланысты 300 мың теңгеден 600 мың теңгеге дейінгі аралықты қамтиды. Ал жұмыс жасайтын орындарына тоқталар болсақ, білім беру орталықтары, мектептер және жоғары оқу орындары. Егер болашақта сен де оқушылар оқытып, білімге бір қадам жақындатқым келеді дейтін болсаң, бұл мамандық саған арналады. Ал бұл мамандыққа грантқа түсу жолыңды FM-мен баста. Біз саған көмектесетін боламыз. Келесі кездескенше сау. Сәлем, менің есімім Камила, мен 2024 жылғы FM-біз және фокус тобының түлегімін. Мен ұбт-да 104 балл алдым. Негізінде мен өзім дайындығымда 10 сыныптан бастаған болатын. Алайда сол басқа бір курстың жарнамасына түсіп қалып, мен өзімнің бір жыл уақытымды босқа кетірдім деуге болады. Ал Нұрболат ағайдың осы FM курсына келгенде мен таң қалдырған зат бұл Нұрболат ағай бірнеше жылдар бойы түсінбей жатқан тақырыптарымды жарты жылда тез толығымен түсіндірген болады. Қазір мен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде оқимын, физика мұғалімі. Негізінде мен грантқа түскеніме өте қатты қуандым. Себебі менің мамандығыма алған ұбт балым жетпей тұратын. Бірақ та Нұрболат ағай сол кезде маған бірінші таңдауына өзінің қалаған мамандығымды жаз деді. Бір-екі балл жетпесе де өзінің қалаған мамандығымды жаз. Сол үшін мен Нұрболат ағайға рахмет айтамын. Сіздің арқаңызда мен қазіргі таңда өзім қалаған мамандықта оқимын. Осы универдің негізгі үлкен плюсы деп айтуға болады, ол стипендиясы ғой, бәріміз білеміз. Бірақ та мен негізі ойлағаным осы жемпуда білім жағынан қиын болады деп ойладым. Себебі бұл жерде көбінесе қыздар оқығандықтан удары жоқ, яғни бұл жерде қазақ қыздарының біліміне көп көңіл бөледі деп ойладым. Бұл жерде білім өте жоғары, бірақ та мен ойлағандай қатты қиын емес. Яғни мұғалімдер, апай, ағайлар бәрі бізді түсінеді, өздерінің кеңестерін береді, сабақтарын өте жақсы жүргізеді. 2025 жас түлектеріне осы FM курсына жазылғандарға мен сендерге сәттілік тілеймін. Барлықтарыңыз грантқа түсіп кетіңіздер.